Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біздер ерекше қара қарақатпен дайындалатын бал тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін бірге болыңыздар. Қажетті құрамындағы барлық заттарды описание бөліміне салып қойдым. Бұл жерде майымызды, балымызды, қантымыз, жұмыртқамызды, аздап шымшым, ас содасы мен корицаны қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Оны буда қайнатамыз, яғни ертеміз барлық бөліктерін құрамындағы. Соданың әсерінен осындай бізде біркелкі ағарып майымыз, қоймалжың массамыз көбейе бастайды. Оған дейін біз құрамына салатын қарақаттан дайындатын салмасын дайындайтын боламыз. Бұған бізге қажетті қарақатымызға қантымыздың жартысын саламыз. Ал екінші бөлікке қоюлататын пектин мен қанттың қалған бөлігін салып, дайындап араластырып қоямыз. Қарақатымыз қайнаған кезде пектин мен қант араласқан бөлікті қосып, тағы да араластырамыз. Араластырып 5-10 минуттай отта ұстаймыз. Жақсылап қоюлану керек. Бізге қажетті 345 граммдағы ұнымызды електен өткізіп, осылай өлшеп аламыз. Артық керек емес. Бізде қамырымыз қолға жабысқақ, ұны аздау көрінгенімен, ол жабыспайды, аздап илеп болғаннан кейін кішкене қалдырамыз. Міне бізде қоюланып дайындалды салмасы. Сол салмасын біз әрмен қарай езіп блендердің көмегімен дайындап қоямыз. Ал ортасына салатын кремін дайындайтын болса, бізде қаймақ және қантымызды араластырамыз. Жақсылап алдымен біркелкі етіп қою қаймақты алғанымыз жөн. Және айналып болғаннан кейін кілегейімізді қосып, тағы да миксердің үлкен жылдамдығында кремімізді дайындайтын боламыз. Крем дайын. Мынадай бізде көлемді 9 бөліктен тұратын корыштарымыз дайын болды. 9-10 бөліктей шығады. Өлшеп 18 диаметрінде осылай белгілеп аламыз. Кондитерлік пакетке жаңа қарақаттан жасалынған өзіміздің салмамызды дайындап қоямыз. Енді тортымызды жинай бастаймыз. Тортымыздың 2 бөлік, яғни 2 корышты салып, кремін жаққаннан кейін барып, жаңа қарақаттан жасалған салмамызды қосып, осындай формада әдемілеп орналастыруға болады. Тағы да қайталаймыз осылай. Үнемі қайталап отырып, осындай биіктігі биік өте дәмді торт пайда болды бізде. Бірге жасаңыздар, өте керемет. Қараңыз, қарақаты қандай әдемі, дәмі де тіл үйіретін өте жұмсақ бал торты.